Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен тауық етін духовкада көкөністермен бірге дайындайтын боламыз. Ешқандай да көп уақытыңызды алмайды. Барлығын турап-турап сала салсаңыз болғаны. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Каналыма тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыз, міндетті түрде подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Ең алдымен бізге тауықтың еті қажет болады. Мен тауықтың сан етінен 2 бөлігін қолдандым. Осылайша ірі-ірі етіп бөліктерге бөліп алдым. Енді біз маринатын жасайтын боламыз. Ең бірінші мен мұнда 2 ас қасық майонез және де 2 ас қасық томат пастасын қостым. Егер де томат пастасын ұнатпайтын болсаңыз, қосқыңыз келмесе, 2 ас қасық кетчуп қоссаңыздар да әдемі болып шығады. Және де дәміне қарай тұз, қара бұрыш, содан соң өзіңізге ұнайтын кез келген тауықтың приправасын қоссаңыз болады, немесе шашлықтың приправасын да қоссаңыз болады. Осылайша дәмдеуіштерді қосып алдық. Келесі кезекте чеснокты үккіштен өткізіп қоссаңыздар да болады, немесе осылай ірі-ірі етіп бөліктерге бөліп қоссаңыздар да болады. Және де соңынан 2 ас қасықтай сұйық май қосуды ұмытпаңыздар. Барлығын жақсылап біркелкі етіп, барлық жеріне тегізіп жағып шығамыз. Және де бетін жауып, міндетті түрде холодильникке кемінде жарты сағатқа қойып қоямыз. Сол кезде маринаты жақсы сіңіп, дәмі өте керемет болып шығады. Құрметті көрермен, видеоларым ұнап жатса, әрі пайдалы болып жатса, тегін лайктарыңызды аямай басып, және де пікірлеріңізді қалдырып, содан соң подписаться батырмасын басып, тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп отыруды да ұмытпаңыздар. Келесі біз көкөністерімізді дайындайтын боламыз. Мұнда 1 сәбіз, 1 үлкен пияз, пиязыңыз кішірек болса 2-3 қоссаңыз да болады, және 1 килограммдай 8-9 штуктай картошка қостым. Мен қаласаңыз одан көбірек немесе азырақ етсеңіздер де үйіңіздегі адам санына байланысты жасай береміз. Картошкамызды осылайша үлкендеу болса 6 бөлікке, кішірек болса 4 бөлікке бөліп аламыз. Картошканы турап алдық, осылай бөліктерге бөліп, содан соң сәбізді кішірек етіп турасаңыздар да болады. Мен мұнда домалақ етіп турап, содан соң 2-ге бөлдім. Қаласаңыз 4-ге бөліп, майда етіп қоссаңыздар да болады. Пиязды мен ірі-ірі етіп бөліктерге бөліп қосатын боламын. Пияздың да дәмі піскен соң өте керемет болып шығады. Пиязды көбірек қоссаңыздар да болады. Немесе күнделікті тағамға қосқандай жартылай сақина етіп турасаңыздар да барлығын майда етіп турауға да болады. Және де осы көкөністерімізге дәміне қарай тұз, қара бұрыш және де сұйық май құйып, сұйық майды қатты көп қосудың қажеті жоқ. Сұйық майды құйып жақсылап араластырамыз. Осы аралықта міндетті түрде алдын ала 190-200 градуста пешімізді қыздырып қоямыз. Және де дайын болған көкөністерімізді форманың үстіне фольганы қойып, барлығын біркелкі етіп орналастырып шығамыз. Алдымен осылайша көкөністерімізді жайып алдық. Содан соң жаңа холодильникте жарты сағатта маринатта тұрған тауық еттерін алып, осылай үстерінен орналастырып шығамыз. Соңында қалған сұйықтықты жаңағы маринатында үстінен құйып шығатын боламыз. Қолыңыз тимей жатқан кезде барлығын осылай турап-турап сала салатын өте оңай тағамдардың бірі. Духовкаға салып қоясыз да басқа тірлігіңізді жасап жүре бересіз. Осылайша барлығын табамызға орналастырып алдық. Үстінен де фольгамен жауып, 1 сағаттың көлемінде 190-200 градуста пісіретін боламыз. 1 сағат өткеннен соң тағамымыздың бетіндегі фольгасын алып тастайтын боламыз. Беті қызарып, кішкене күйіңкіретіп пісіру үшін әрі қарай тағы да жарты сағаттың көлемінде ұстайтын боламыз. Мінекей қыздар, біздің өте дәмді тағамымыз дайын болды. Дәмі деген керемет, ерекше болып шығады. Және де көп уақытыңызды алмайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Өте керемет болып шығады. Каналымды қолдап, видеоны соңына дейін қарағандарыңызға баршаңызға көп-көп рахмет.